Қайнатпалы кремі бар. Балалық шақтың дәмі мамықтай жұмсақ лаком әзірлейміз. Ол үшін жылы сүт пен жылы суға қант, ашытқы, тұз, сары май қосып араластырып, илеуіштен өткен ұн сеуіп, өте жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, жылы жерге қамыр көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін қайнатпалы кремді дайындаймыз. Сүтке жұмыртқа, қант, жүгері крахмалын қосып, дұрыстап біркелкі болғанша шайқаймыз. Орташа отта қайнап қоюланғанша үздіксіз араластыру керек. Қоюлана сала астын өшіріп, сары май қосып ерігенше тағы араластырамыз. Крем біркелкі масса болғанда бетін жауып суығанша қоямыз. Ал қамыр тез-ақ көтерілді. 12 данаға теңдей бөлдім. Әрқайсысын жайып 2 бүктеп шықтым. Енді бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып пешке пісіреміз. Мінекей мап-мамықтай боп әдемі боп шықты. Әрқайсысына бір ас қасықтай крем жағып, шеттеріне жаңғақ себеміз. Шаймен күшті кететіні сөзсіз. Толық бейне Нази Кук YouTube арнасында. Шайларыңыз тәтті болсын.